Саламатсыздар ма? Менің есімім Лайық Нұрхан, және мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми ассистентімін. Бұл сөйлеу пәрменін тану әдістерімен таныстыруға бағытталған бейнежазбалар сериясы. Бұл бейнежазба деректер генерациясының бірінші бөлімін қамтиды. Алдыңғы бейнежазбада біз кіріспеге тоқталған болатынбыз, ал бұл туториалда TTS көмегімен синтетикалық деректер жиынтығын жасаумен танысатын боламыз. Мәтінді аудиоға түрлендіру, ағылшынша text-to-speech, бұл жазбаша мәтінді ауызша сөздерге аударуды қамтитын машиналық оқыту тапсырмасы. Оның мақсаты табиғи түрде естілетін және адамның сөйлеуіне мүмкіндігінше ұқсайтын синтетикалық сөйлеу пәрмендерін генерациялау. Оң жақта пәрмендер кестесін көре аласыздар. Біз бұл жобада Google сөйлеу пәрмендер деректер жиынтығын негізге алдық. Ағылшынша атауы Google Speech Commons Dataset. Бұл деректер жиынтығы 2618 спикерден алынған 35 пәрменнің 105829 үлгісін қамтиды. Біз Google сөйлеу пәрмендер деректер жиынтығындағы 35 ағылшын пәрменін қазақ тіліне аудардық. Marvin және Sheila пәрмендерінің қазақ тілінде тікелей аудармасы болмағандықтан оқу және жазу пәрмендермен ауыстырылды. Енді TTS модельдермен синтетикалық деректерді генерациялауды қарастырайық. Қолданыстағы деректердің қосымша нұсқалары мәтінді күшейту әдістері арқылы генерацияланды. Мысалы, артқа пәрмені артқа деп соңына қосымша әріптермен толықтырылды. Түпнұсқа және өзгертілген мәтін пәрмендері 5 TTS дауысы арқылы сөйлеу пәрмендеріне түрлендірілді. Осылайша, әр сөйлеу пәрменіне 10 үлгі жасалды, ал енді осы туториалдың кодинг бөліміне көшейік. Бірінші біз Исай GitHub-ына өтіп, қазақша сөйлеу пәрмендерінің деректер жинағын тауып, репозиторияда клондауымыз керек. Бұл жобада біз синтетикалық сөйлеу пәрмендерін жасау үшін Piper-ды қолданамыз. Piper жылдам, мәтінді аудиоға түрлендіруге арналған жүйе. Piper-де қазақ тілінің 5 дауысы бар. Piper-дің көмегімен қазақ тілінде сөйлеу пәрменін жасау үшін Google Drive-тан модельді жүктеп алып, оны ашу қажет. Осы қадамдардан кейін сіз келесі файлдарды көресіз. Деректерді генерациялаудың бірінші бөлігі үшін бізге синтетикалық генерациялау файлы қажет. Бірінші ұяшықта біз қажетті пакеттерді импорттаймыз. Көріп отырғаныңыздай, біз Subprocess'ті қолданамыз. Subprocess жүйе пәрмендерін іске қосуға және Python кодының ішінен сыртқы процестердің орындалуын басқаруға мүмкіндік береді. Келесі кезекте біз қазақ TTS моделіне жолды анықтаймыз. Дауыстар саны 6, бірақ 2 дауыстың қайталанатынын ескеру қажет. Сондай-ақ синтетикалық деректер жинағын сақтау жолын анықтаймыз. Қазақ тілінде 35 команданы жазамыз. Әрбір команда үшін жаңа директория жасаймыз. Пәрмендер атауын for цикл арқылы өткізіп, егер директория жоқ болса, жаңасын жасаймыз. Ал келесі ұяшықта енді дауыстар мен пәрмендерді for цикл арқылы өткіземіз. Python ішіндегі Subprocess модулінде CMD параметрі амалдық жүйенің пәрмен интерпретаторын пайдаланып, орындағыңыз келетін пәрменге немесе пәрмен жолына сілтеме жасайды. Piper файлы қай жерде орналасқанына байланысты модель жолы әртүрлі болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Ал енді сөйлеу пәрмендерін генерациялауды бастайық. Көріп отырғаныңыздай, ол шамалы уақытты қажет етеді. Сөйлеу пәрмендерін генерациялағаннан кейін артқа және алға деген екі пәрмендерді тыңдап көрейік. Мұнда біз IPython Display модулінің аудио класын қолданамыз. Аудио класс Jupyter ноутбук ішінде аудио файлдарды жүктеу және тыңдау үшін пайдаланылады. Артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға, артқа, алға. Байқағаныңыздай, үшінші және төртінші спикер қайталануда. Осымен біздің туториал аяқталды. Келесі туториалда біз қазақ тілі корпусын скрепингтеу туралы айтатын боламыз. Назарларыңызға рахмет.